Сәлем барша қазақ халқына. Мен Хайроллаева Шахриза Әбдібалиқызы. Бүгін сіздер үшін Абай атамыздың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты өлең шумақтарын оқып бергім келеді. Қабыл алыңыз. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен керсермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сүрмесем өстермедім. Адамнан бір қызығы бала деген, баланы оқытуды шөк көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын шен деп бермедім. Өзімде де басқа шауып төске бірледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегінді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді тегіс көрмедім. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.